Ризашылық арқылы жан тыныштығы. Ассалаумағалейкум. Бұл сәтті өзіңізге арнаңыз. Ыңғайлы отырыңыз немесе жайлап жатыңыз. Көзіңізді ақырын жұмыңыз. Терең тыныс алыңыз. Жайлап деміңізді шығарыңыз. Тағы бір рет тыныс алыңыз. Барлық шашау мен уайымды сыртқа шығарыңыз. Осы сәтте сіз қауіпсіз жердесіз. Жүрегіңізге назар аударыңыз. Оның тыныш соғып тұрғанын сезініңіз. Кейде өмірдің қарбаласында біз өзімізде бар нығметтерді байқамай қаламыз. Біз жоқ нәрсеге көбірек көңіл бөліп, қолымыздағы жақсылықтарды ұмытып кетеміз. Ал шын мәнінде нағыз тыныштық ризашылықтан басталады. Ризашылық жүректі жұмсартады. Ризашылық көңілге үміт сыйлайды. Ризашылық жанды тыныштандырады. Енді өзімізге қымбат адамдарды елестетіңіз. Олардың амандығы үшін іштей алғыс айтыңыз. Отбасыңыз үшін шүкір. Достарыңыз үшін шүкір. Денсаулығыңыз үшін шүкір. Тыныс алып жүргеніңіз үшін шүкір. Бүгінгі күніңіз үшін шүкір. Ішіңізден жайлап қайталаңыз. Аллаға шүкір. Бар берген нығметі үшін шүкір. Жүрегімдегі тыныштық үшін шүкір. Өмірімдегі жақсылықтар үшін шүкір. Әр айтқан шүкір сөзіңіз жүрегіңізге жылы сәуле болып таралып жатқанын елестетіңіз. Бұл сәуле бойыңыздағы қобалжуды азайтады. Жаныңызды тыныштыққа бөлейді. Сіз өзіңізді жеңіл сезіне бастайсыз. Егер жүрегіңізде мұң болса, оны да Аллаға тапсырыңыз. Егер уайым болса, оны да Аллаға сеніп қалдырыңыз. Өйткені әрбір қиындықтың артында жеңілдік бар. Әрбір сынақтың артында даналық бар. Әрбір жаңа күн, жаңа мүмкіндік. Тағы да ішіңізден қайталаңыз. Мен ризашылықпен өмір сүремін. Менің жүрегім тыныштыққа толы. Алланың берген әрбір нығметіне шүкір етемін. Жаным тыныш, жүрегім тыныш. Аллаға тәуекел етемін. Енді терең тыныс алыңыз. Жайлап деміңізді шығарыңыз. Жүрегіңіздегі тыныштықты сезініңіз. Осы тыныштық сізбен бірге бүгінге, ертеңге болсын. Алла тағала жүрегіңізге сабыр, өміріңізге береке, деніңізге саулық, отбасыңызға амандық нәсіп етсін. Ешқашан жүрегіңізден шүкір сөзі кетпесін. Өйткені нағыз тыныштық ризашылықтан басталады. Қорытынды. Егер бұл медитация жүрегіңізге тыныштық сыйласа, лайк басып қолдаңыз. Пікірге бүгін не үшін Аллаға шүкір екеніңізді жазыңыз. Қазақ тіліндегі медитациялар тыныштандыратын